Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен өте дәмді ерекше болып шығатын қышқыл әрі тәтті пирог, яғни өрікпен дайындалатын пирогты бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге 130 грамм бөлме температурасындағы сары май және де 100 грамм қант қажет болады. Екеуін бір ыдысымызға салып, бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде бір келкі болуы қажет. Және де 10 грамм разрыхитель, шым-шым тұз және де бір дана жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Бір келкі болуы қажет. Барлығы бірігіп кетуі керек. Мінекей масамыз дайын. Енді үстінен 260 грамм електен өткізілген ұнымызды салып, жұп-жұмсақ етіп, қамыр илейтін боламыз. Қамыр өте жұмсақ, әрі иілгіш келеді. Қамырымызды тоңазытқышқа 10 минутқа салып аламыз және де формамызға жайғастырамыз. Формамыздың размері 30-да 20. Барлық жеріне бір келкі етіп, жайып шығуға тырысамыз және де бортиктер шығарамыз. Барлық жеріне бір келкі етіп жауға тырысуымыз қажет. Мінекей қамырымыз дайын, енді салмасын дайындауға кірісеміз. Салмасына ең сапалы заттарды пайдаланғандарыңыз дұрыс. 160 грамм қаймақ, менде президент, клегей 33%, және де ең жақсы қоюландырылған сүтті пайдаланғандарыңыз дұрыс. Яғни бір банка сгущенка қажет болады. Барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Үстінен 2 дана жұмыртқамызды шағып салып аламыз. Барлығын миксердің көмегімен, не болмаса венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Мінекей салмамызда дайын. Енді алдын ала дайындап қойған формамызға құямыз. Үстінен кез келген жеміс жидектеріңізді салсаңыздар да болады. Енді үстінен дайындап кесіп, ортасынан кесіп дайындап қойған өрігімізді саламыз. Өрікті консервідегі өрікті салсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Алдын ала қыздырылған 180 градустық пеште қызарып, дайын болғанша пісіріп аламыз. Кем дегенде 40-50 минут кетеді. Піскен кезде осылай ортасы дірілдейді. Бұдан қорқудың еш қажеті жоқ. Бөлме температурасында 1 сағаттың көлемінде жақсылап суытып аламыз. Мінекей біздің пирогтарымыз дайын, өте дәмді, дәмі ерекше. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Жақындарыңызды, туыстарыңызды осы пирогпен қуантыңыздар. Және де заказға алып жасасаңыздар да заказдың хиті болады деген ойдамын. Мінекей ішін кесіп көрсетемін. Ешқандай да ағып кетпейді. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте сочный. Әсіресе өрігі бар жерлер қышқыл келеді. Қышқылды ұнататын жандарға өте таптырмас керемет пирогтардың бірі болып табылады. Жасап көріңіздер. Және де өз ойларыңызды комментарияда қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.